70-тен асқан атаға жасыңыз қаншада деп, жасым 2-де деді ғой. 70-тен асқан ата жасы 2-де. Қалай дейсіз ба? Оқиға былай болады. Құрбан айттың кезі, айт мерекесі, айттап жүрміз. Бір кезде Алау деген имамымыз звондайды. Мәке, қайдасыз, қалайсыздар, айт құтты болсын. Ой, жақсы, өзіңізге де құтты болсын, рахмет деп жатыр. Бір жақ айттап кетпейсіздер ма деп. Ой, қай жердесіздер деп. Жүрген кетіп бара жатқан жолдың жанында екен. Болды, қазір кіреміз деп кірдім да, кірсем үлкен үйде дастархан жайып тастаған, бала шаға улап шулап жүр. Ассаламалейкум, ағаларың келді, амандасыңдар. Бәрі ассаламалейкум. Бала шағам бәрі келіп амандасып, бәріне аппақ көйлек кигізіп қойған, тақиямен шап жүр бәрі. Сөйтсек медресенің шәкірттері екен, ұстаздар өздері оқытқан медресенің шәкірттері екен. Бәрі қуан, дастарханға жайғасайық, төрде атамыз отыр екен. Ассаламалейкум ата деп келіп амандастық. Отырыңдар, дастарханға тамақ келеді деп бәрі тамақ ішіп, улап, шулап, бір-бірімізден жерде құттықтап жатырмыз, әзілдеп, күліп. Сонымен бір кезде Алау имам шықты да, ал сұрақ жауап болады қазір деді. Сыйлықтардың бәрі дайын, мерекелік айттық сыйлықты әкеп қойды. Айттық сыйлық таратамыз, кән сұрақ жауап, кән кім жауап береді деп бастады ғой сұрақтар жаңа. Мұсылманның 40 парызы, жаңа адамдағы мұсылмандағы ақысы, мен айтайыншы, таласы, мен айтам, кән қол көтереміз, кезек деп жаңа сыйлықтар таратып жатыр. Мұсылмандағы 7 ақысы бар. Ассаламағалейкум деп амандаса, уағалейкум ассалам деп жауап беру керек, дұрыс деп сыйлығын беріп жатыр жаңа. Ауырса халін сұрау керек, дұрыс деп жаңа. Мұсылманда 40 парыздың ішіне қайсы жаңа намаздағы парыз, мұсылмандағы ақысы парыз деп жаңа. Бәрі сыйлықтарын таратып жатыр. Бір кезде жаңа Алау имам тұрды да, ой, жарайсыңдар, қандай керемет, мына жерде міне атамыз отыр, көрші атамыз жолдың арғы бетінде тұратын ата екен, қонақ болып келген екен, айттап шақырған екен, келіп. Содан ұстаз тұрады да жаңа, ата, қараңыз қандай шүкір, қандай заман, міне аталарыңыз қандай уақытты көрді, қандай қиын замандар болды. Міне мысалы атамыздың қазір жасы, ата жасыңыз қаншаға келіп қалды деді. Сөйтіп ата 2-демін деді ғой. Бәріміз мырс етіп бір күлдік та, жоқ, жасыңызды айтам ата, жасыңыз деді да. Жасыңыз нешеге келіп қалды деп еді атам. 2-демін. Сол мен қасына отырып күліп жібердім. Ата, мен әртіспін ба десем, сіз менен өткен әртіс екенсіз ғой. Әзіліңіз жоске екен деп сөйтіп отырмын ғой. Шын айтам, жасым 2-де. Сенбейсің ба деп. Ақиқатты танып, Алланы танып, маңдайымыз сәждеге қойып, өмір сүріп жатқан 2 жыл болды. Бәріміз ойланып қалдық. Ақиқатты танып өмір сүріп жатқаныма, өзімді ойлап, шынымен міне, шынайы өмір сүріп жатқаным 2 жыл болды. Мына сендердің қойып жатқан сұрақтарыңның біреуін түсініп отқан жоқпын қазір. Пайғамбардың өмірі дейсіңдер, анау деп жатсыңдар, Алланың парызы, оның ішіндегі парызы, уәжіп, анаусы, мынаусы. Қазір 2 жасар бала сияқты аузым аңқиып тыңдап отырмын қазір дейді. Жауап берейін десем, жауабын білмеймін дейді. 2 жасар бала секілді қазір отырмын мен міне дейді. Бәріміз кәдімгі ойланып қалдық. Шырақтарым, сендер қандай бақытты заманда өмір сүріп жатсыңдар. Алласын еркін айтып, ақ дастархан жайып қойып, қандай керемет заманда өмір сүріп жатсыңдар. Адамның тәні мен жаны бар. Тәні өсіп, жаны жетілмесе, адам рухани мүгедекке айналып қалады екен деп атамыз түйіндеді. Бәріміз дұрыс қой деп тамаққа кірісіп кеттік. Ары қарай ұстаз әңгімені жалғастырып кетті. Содан шығып, кәдімгі ойға кеттім ғой шынымен. Ауылда жүргенде аталарымыздың осы сөзіне көп мән бермейді екенбіз. Бала күнде көп естігенбіз. Өсіп жетілу деген сөзді. Естеріңізде ме? Хал сұрасқанда, амандасып хал сұрағанда, ассаламағалейкум, қалайсыңдар, амансыңдар ме? Бала шаға қалай? Өсіп жетіліп жатыр ма? Деп көп сұрайтын еді. Кейінгі кезде осы сөз мүлдем сұралмай кетті. Тек қана өсіп жатсыңдар ма деген сөз ғана айтылады. Сол сұрақ қана қойылады.
қалайсыңдар, өсіп жатыр ма, бала-шаға өсіп жатыр ма, жұмыс қалай, бәрі қызметтер өсіп жатсыңдар ма, қызмет өсті ма, бәрі өсті ма деген не, осы өсіп жатырсың ба деген сөз ғана қалды да, жетілу деген сөз қалып кетті. Сөйтсек, өсу деген тәнге қатысты, ал жетілу деген жаныңа қатысты екен. Тән өссе, жан жетілу керек екен. Тән өсіп, жан жетілмей қалса, адам рухани мүгедекке айналады екен ғой. Енді шынымен тәніңді қалай күтесің? Біз енді тәнімізге көп мән береміз. Күнде қарын ашып қалса тамақ ішеміз, 5 уақыт тамақ ішу керек дейміз. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, оның арасында 5-тің шайы, одан кейін 11-де тағы да бір шай ішіп алу керек дейміз. Шаршасақ демаламыз, ұйықтаймыз, жүзімізді әдемілейміз, әдемі киім аламыз, жаурасақ киінеміз. Болмаса шаршасақ қыдыру керек дейміз, анда бару керек, мында бару керек, суға түсу керек, бір рахаттанамыз, керек зат көлігімізді аламыз, үй алу керек. Осы тәннің жағдайын бәрін жасағандай, жанның да жағдайын жасау керек екен. Жанның да қарны ашады, жаның да шөлдейді, жаның да әлсірейді, жаның да кірлейді. Ол адамның жаны бар. Шәкәрім бабамыз айтады ғой, тән жәнге қонақ үй дейді ғой. Жанның қонақ үйі бұл тән жай ғана дейді. Сондықтан жанымызды күтпесек, жанымыз жай мүгедекке айнала береді екен ғой. Аяқ қолы істемейтін, көзі көрмейтін, кез келген жерде ынжық болып, кез келген жерде қашып-құшып, сондай бір рухани мүгедекке айналып кетпес үшін жанымызды күту керек. Жанның азығы бұл ақиқатты тану, Алласын тану, жақсылық жасау, мейірімді болу, бүкіл құндылықтар мен қасиеттердің барлығы жанның азығы. Ілім, білім, оқу, өнер қолмен ұстап, көзбен көрінбейтін бойыңа керек құндылықтың барлығы бұл жан азығы дейді. Сондықтан құрметті ағайын, бұл тән азығы мен жан азығы қатар жүру керек. Құстың қос қанаты секілді тән азығы мен жан азығын қатар алып келген кезде, тәніңе не берсең де жаныңа да сондай ілім біліммен сусындатып, құндылықты құйып отырып, оны да ішкізіп, жегізіп өсіретін болса, толық адам концепциясына сай боламыз. Абай атамыз айтқандай, толық адам концепциясына сай келу үшін жаныңды да тәніңді де қатар алып өсіру керек. Барлығымыздың жанымыз бен тәніміз қатар өссін.